ата анасына онша қайырлы болып бітпейді, мүмкін қайырлы болып кетсе. Сондықтан оны сол бүкіл қоғамға абсолюттік болмыс дейді, мәңгі бақи бар болып тұра беретін уәжибул вуджудпен байланыс орнатқан болмыстармен сен қайтадан контактқа түсіп, солармен әсерлеспейінше сенің көкірегіңде ештеңке орнамайды. Адамның күні адаммен болады. Жалпы бұның қазақы көрінісі Құдайдың құдіреті адамның болмысында ғана көрінеді деп айтады. Сондықтан Қаныш Сәтбаев деген кісінің болмысын зерттеген кезде Құдайдың құдіреті сол жерден көрінеді. Болды міне бітті әңгіме. Кеттік ары қарай. Жіберіңдер. Оқиға қалай басталды? 2022 жылы мен осы Қаныш Сәтбаевтың тұлғасын насихаттаймыз деп отырған кезімізде қолына қарасам қызық. Жалпы Қаныш Сәтбаев деген өте атақты адам да, бірақ осы туралы мен біресе оқимын дейтін болсам, сен қолыңа ешқандай да кітап түспейді. Таң қаласың. Себебін мен өзі әлі білмеймін. Қолыма Медеу Сәрсекенің жазған Қазақтың Қаныш деген кітап түседі. Мен ана 700 беттік кітапты құмарланып, рахаттанып оқып шығғанда, кітапты оқып келе жатқан кезіңде сіз депрессияға түсесіз. Не үшін? Өзіңіз ұялып, енді былай қарағанда елдің алдына шығып өзіңше әжептәуір әңгіме айтып жүрген адамсың, бірақ Қаныш туралы осыншама мол мағлұматты мен не үшін бұл уақытқа шейін білмей келгенмін деп қысылып, ұялып, бұл кезінде кітап шыққан болу керек, біз жалқау болып оқымағанбыз деп отырасындағыны кітаптың ең соңына келген кезде автор тұраттағыны бір-ақ абзаста бір шындықты жылт еткізеді. Бұл кітап негізінде баяғыда жазылып қойған, бірақ осындай орталық комитетте отырған мынандай деген чиновниктердің кесірінен бұл кітаптың желкесі қиылған дейді.